Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 17-18 сандарының құрамы. Анама көмектесемін. Балалар, бүгін сендер бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды және азайтуды үйренетін боласыңдар. Екі бір таңбалы саннан 17-18 сандарының құрамын құрастыруды үйренесіңдер. Балалар, сендер сандардың құрамы жайлы білімдеріңді жалғастыратын боласыңдар. Олай болса, мысықтарға көмектесейік. Бірнеше өрнектер берілген. Осы өрнектерді мәндермен сәйкестендіріп көрейік. 9 пен 7-нің қосындысы. 9 пен 7-нің қосындысы 16-ға тең. 8 пен 7-нің қосындысы қаншаға тең? 8 пен 7-нің қосындысы 15-ке тең. 7 мен 7-нің қосындысы нешеге тең? 7 мен 7-нің қосындысы 14-ке тең. 6 мен 7-нің қосындысы нешеге тең? 6 мен 7-нің қосындысы 13-ке тең. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, оқулықтарындағы бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Барлығы неше жеміс екенін қалай санауға болады? Балалар, себетте 9 алмұрт, 8 алма берілген. Енді 9 алмұртқа 8 алманы қалай тиімді тәсілмен қосамыз? Ол үшін алманы 2 бөлікке бөліп аламыз. Оның бірінші бөлігі 9 алмұртты 10-ға дейін толықтыруы қажет. Демек, 8 алманы 1 және 7-ге жіктеп аламыз. Олай болса, енді 9 алмұртты 10-ға дейін толықтырамыз. 9-ға 1-ді қосса қанша болады? 10 болады. 10-ға 7-ні қосса 17 болады. 17 санының құрамы болатын өрнек 9 және 8. 9 пен 8-дің қосындысы қалай қосамыз? Екінші қосылғышты, яғни 8-ді 2 қосылғышқа жіктейміз. Оның бірінші бөлігі 9-ды 10-ға дейін толықтыру қажет. Демек 1. Енді бөлшектеп қосамыз. 9-ға 1-ді қоссақ 10, 10-ға 7-ні қоссақ 17. Енді қосуды азайтумен тексереміз. 17-ден 8-ді азайтамыз. 8-ді 2 бөлікке жіктейміз. Оның бірінші бөлігі азайғыштың бірлігіне тең сан болуы қажет. Демек 7. 7 мен 1 деп жіктеп аламыз. Енді 17-ден 7-ні азайтамыз. 10. 10-дан 1-ді азайтамыз. 9 болады. Енді қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтып көрейік. Азайтқышты 2 қосылғышқа жіктейміз. Оның бірінші бөлігі азайғыштың бірлігіне тең сан болуы қажет. Олай болса 9-ды 7 және 2 деп жіктеп аламыз. Енді бөлшектеп азайтамыз. 17-ден 7-ні азайтсақ 10, 10-нан 2-ні азайтсақ 8. Тамаша. Балалар, сендер 17 санның құрамымен таныстыңдар. Енді балалар, берілген алмұрттар мен алмалардың санын тағы бір рет санап көрейік. Себетте 9 алмұрт, 9 алма бар. Енді осы 9 алмұртқа 9 алманы қалай тиімді тәсілмен қосуға болады? Ол үшін 9 алманы 2 бөлікке бөлеміз. Оның бірінші бөлігі 9-ды 10-ға дейін толықтыратындай сан болуы қажет. Олай болса, 9-ды 1 және 8 деп 2 бөлікке бөліп аламыз. Енді 9-ды 10-ға дейін толықтырамыз. 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады. Енді 10-ға 8-ді қоссақ 18 болады балалар. 18 санының құрамы болады 9 бен 9. Демек 9 бен 9-дың қосындысы.
қалай қосамыз? Екінші қосылғышты екі санға жіктейміз. Оның біріншісі бірінші қосылғышты ондыққа дейін толықтыру қажет. Демек, 1 және 8 деп жіктеп аламыз. Енді бөлшектеп қосамыз. 9-ға 1-ді қоссақ 10, 10-ға 8-ді қоссақ 18. Енді қосуды азайтумен тексереміз. Қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Азайтқышты 2 санға жіктейміз. 9-ды 2 санға жіктейміз. 8 және 1. Оның бірінші бөлігі азайтқыштың бірлігіне тең сан болуы қажет. Енді бөлшектеп азайтамыз. 18-ден 8-ді азайтамыз 10, 10-дан 1-ді азайтамыз 9. Тамаша! Балалар, сендер 18 санының құрамын құрастырып үйрендіңдер. Балалар, енді оқулықтарындағы 3-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Балалар 17 килограмм қарақат жинады. Олардың 8 килограммы қызыл, ал қалғандары қара. Балалар неше килограмм қара қарақат жинады? Есепте не белгілі? Барлық жиналған қарақаттың массасы белгілі. 17 килограмм. Не белгілі? Қызыл қарақаттың массасы белгілі. 8 килограмм. Не белгісіз? Қара қарақаттың массасы белгісіз. Олай болса, балалар, мына суретке назар аударамыз. Қызыл қарақат 8 килограмм, қара қарақат белгісіз. Енді кестені пайдаланып, кері есептер құрастырып көрейік. Бірінші бағанға назар аударайық. Барлығы 17 килограмм. Қызыл қарақат 8 килограмм, қара қарақат белгісіз. Бұл жерде екінші бөлік белгісіз. Олай болса, қандай амал қолданамыз? 17-ден 8-ді азайтамыз. Мәні қанша болады? Дұрыс айтасыңдар. Қара қарақат 9 болады екен. Енді екінші бағанға назар аударайық. Бұл бағанда не белгісіз? Қызыл қарақат белгісіз. Яғни бөлік белгісіз. Олай болса, бүтіннен белгілі бөлікті азайтамыз. Яғни 17-ден 9-ды азайтамыз. Мәні қаншаға тең болады? Дұрыс айтасыңдар. 8-ге тең болады. Енді үшінші бағанға назар аударайық. Барлығы белгісіз. Қызыл қарақат 8 килограмм, қара қарақат 9 килограмм. Бұл бағанда бүтін белгісіз. Белгісіз бүтінді табу үшін белгілі бөліктерді қосатынбыз. Олай болса, 9 пен 8-дің қосындысы қаншаға тең? Тамаша, 17-ге тең. Балалар, енді оқулықтарындағы 4-ші тапсырмаға назар аударып көріңдер. Теңдеулерді түсіндіре отырып шеш. Балалар, бірінші теңдеуде не белгісіз? Екінші қосылғыш белгісіз. Екінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтатынбыз. Екінші теңдеуде не белгісіз? Азайтқыш белгісіз. Азайтқышты табу үшін азайтқыштан айырманың мәнін азайтатынбыз. Үшінші теңдеуге назар аударайық. Бұл теңдеуде не белгісіз? Азайғыш белгісіз. Азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. Олай болса, теңдеулерді өздері орындап көріңдер. Енді өздеріңді тексеріңдер. Сендердің де шығарған теңдеулерінің түбірлері осындай болды деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Сонымен балалар, бүгін сендер 17-18 сандарының құрамын білдіңдер. Кестені пайдаланып, кері есептер құрастырдыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.